Баршаңызға сәлем, менің құрметті көрермендерім. Сіздермен бүгін үй жағдайында пломбир мороженое жасайтын боламыз. Жасалу жолы өте оңай. Видеоны соңына дейін көріп, маңызды жерлерін өткізіп алмас үшін менімен бірге жасап көріңіздер. Бір мороженойдан неше түрлі қылып жасауға болады. Жасалу жолын толық көрсететін боламын. Менімен бірге жасап көріңіздер. Достар, менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең бірінші, қыздар, бізге осындай сливки керек. Мен осы сливкиді дүкеннен 1280 теңгеге сатып алдым. Осының тек жартысын ғана пайдаландым. Дәміне қарай сгущенка пайдалансаңыздар болады. Кез келген сгущенка түрін қолдануға болады. Ең алдымен тоңазытқыштан шыққан сливкимізді алып, ең аз жылдамдықта араластыратын боламыз, қыздар. Бұл жерде ескеретін жағдай, бірінші ең аз жылдамдықта араластырасыздар. Енді сразу қатты жылдамдықпен бастасаңыздар, сливкиларыңыз май болып кетуі мүмкін. Сондықтан ең аз жылдамдықтан бастап айналдырып, кейіннен жылдамдығын көбейте беретін боласыздар. Осылай 2-3 минутта араластырып алатын боламыз. Осылай шығатын болады. Пинчикпен көтерген кезде құламайтын болу керек. Дәміне қарай сгущенканы қосып, тек қана араластырамыз, қыздар. Сливкиді қатты араластырудың қажеті жоқ. Ыңғайлы болу үшін мен осылай кондитерский мешокқа сливкиді құйып, формаға құятын боламын. Немесе кез келген пакетке жасасаңыздар болады, қыздар. Болмаса қасықпен де сала берсеңіздер болады. Ол өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша. Қыздар, осындай силиконовый форманы Каспий магазиннен сатып алдым. Заказ берсеңіздер постамат арқылы алуға болады. Мен деген осы форманы 1500 теңгеге алдым, шпажканы 500 теңгеге сатып алдым. Бағасы өте арзан, бір алып қойсаңыздар, бұл сіздерге біраз уақыт қызмет ететін болады. Осылай шпажканы кигізіп алғаннан кейін формаға мороженойымызды құйып шығатын боламыз. Өздеріңіз көріп тұрғандай өте ыңғайлы бір келкі болып құйылады. Енді тоңазытқышқа 4-5 сағатқа қалдырамыз. Мороженойымызды араластырып қозғаудың қажеті жоқ, өйткені ешқандай мұздың кристалликтері болмайды. Дәмі өте керемет болып шығатын болады. Қыздар, менде кішкене мороженое қалып қалды ғой, енді соған менде осындай пищевой краситель бар. Соны араластырып, жасыл түс беріп, оны да формаға құйып қатыратын боламын. Кез келген пищевой красительді қоссаңыздар болады, қыздар. Мен бұны фисташковый пирогқа да қолданамын. Дәмі ешқандай білінбейді, тек қана түс береді. Бұл натуральный краситель, қыздар, ешқандай зияны жоқ. Кез келген кондитерлік дүкеннен алсаңыздар болады, немесе дүкенде де сатады. Қыздар, мен осындай йогурттан қалған ыдысқа мороженойды құйып жатырмын, немесе кез келген одноразовый стакандарға құйып шықсаңыздар да болады. Осылай құйып алғаннан кейін дәл ортасына шпажканы салып, қатырып қоюға 4-5 сағатқа холодильникқа жібереміз. Ал қалған мороженойымызды кез келген ыдысқа құя салып қатырамыз. Өздеріңіз көріп тұрғандай, біздің мороженойларымыз 4-5 сағаттан кейін дайын болды. Дәмі өте керемет, силиконовый формадан тез алып шығуға болады, ешқандай да жабыспайды. Өздеріңіз көріп тұрғандай, түрлері де өте әдемі болып шыққан. Қалауларыңыз бойынша сливкиді араластырып жатқан кезде ішіне шоколадты турап қосып жесеңіздер де болады. Ол кезде дәмі керемет болатын болады. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша, қыздар, бұл жерде немесе шоколадты водяной баняда ертіп алып, оны суытып алып, содан кейін осы мороженоларды соған малып алсаңыздар, өте керемет болып шығады. Мен қалған мороженойды осылай ыдысқа құйып қатырған болатымын, ал мына мороженойды йогурттың ыдысына қатырған болатымын. Енді қазір соны формадан шешіп, қалай шыққанын көрсететін боламын. Қыздар, морозилкадан шығарғаннан кейін қолдарыңызбен осылай 1-2 минут ұстап, кішкене ертіп алсаңыздар, формадан шешілетін болады. Ал мына ыдысқа қойған мороженойымызды осылай қасықпен өздеріңізге ыңғайлы етіп жей берсеңіздер болады. Дәмі өте керемет болып шығады. Дәміне қарай клубниканы немесе кез келген шоколадты пайдаланып, турап немесе бояғыштарды қосып, түрін өзгертіп жасай берсеңіздер болады. Ол өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша, қыздар. Енді осы йогуртқа салынған мороженойымызды көрсетеміз. Өте әдемі болып шыққан, қыздар.
жеуге де ыңғайлы, балаларға өте қатты ұнады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, қыздар. Осы рецептімен өздеріңіздің жақындарыңызбен, құрбыларыңызбен, достарыңызбен бөлісіп, менімен бірге жасап көріңіздер. Қыздар, осы видеоның астына жасалу жолы өте оңай. Банан мен сүтпен жасалатын мороженыйдың рецептісін қалдыратын боламын. Міндетті түрде кіріп жасап көріңіздер. Назарларыңызға көп рахмет. Сіздермен болған Мөлдір.